Қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтың төрағалығымен өткен жедел кеңес аптаның дүйсенбісінде атқарылды. Аталмыш жиын басында бірнеше жыл бойына қала әкімінің баспасөз хатшысы болған Нана Антидзеге адал атқарған еңбегі үшін алғыс хат пен гүл шоқтары табысталды. Күн тәртібіне сай тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік сала объектілерінің кезекті жылыту маусымына дайындық барысы талқыланды. Ары қарай жедел кеңесті тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Ғалымбек Ахметжанов жалғастырды. ТОС Степногорск ТЭЦ запас угля составляет на сегодняшний день 67. Жылу электр орталығындағы көмір қоры 67.891 тоннаны құрайды. Сондай-ақ ағымдағы жылы жоспарланған жылу желілерінің 5-те 3 шақырымының 4-тен 7-сі жөнделіп, көрсеткіш 90%-ды құраған. 3-те 6 шақырым электр желілерінің бүгінде 4-те 4 шақырымы өнделіп, жоспар 120%-ға атқарылған. Дәл сол секілді су құбырының 1-де 9 және кәріз желілері бойынша 0-де 7 шақырымы жөндеуден өткен. Бұл өткен жылға қарағанда біршама жоғары. Жылыту маусымында 354 тұрғын үй қоры мен 62 әлеуметтік сала объектілері дайындық үстінде. Дайындық маусымын әлеуметтік сала объектілерінде 1-ші қыркүйекте, тұрғын үй қорының объектілерінде 15-ші қыркүйекте аяқтау жоспарда бар. Осылай деп мәлімдеген жауапты жүйе басшысы, бүгінде алдағы жылыту маусымына дайындық барысы тұрғын үй қорында 81%-ға тең. Өткен жылы 71-де 8% болған. Әлеуметтік нысандар 93-те 3%. 2018 жылы бұл көрсеткіш 100%-ды құраған атап көрсетті. Жоспарлы жиын жалғасында белгілі болғандай азаматтардың коммуналдық төлемдер бойынша дебиторлық берешектері өткен жылмен салыстырғанда 28-де 6%-ға төмендеген. Осы орайда жұмыстар барысын жалғастырып, мүмкіндігінше берешекті төмендету жүктелді. Сонымен бірге Еркебұлан Баяхметов Степногорск өңірінің кент әкімдеріне де жылу маусымына дайындық шаралары туралы сауалын жолдап, тұрғындардың көмірмен уақытылы қамтамасыз етілуін қадағалауды тапсырды. Контроль за качеством работы, смотрите, пожалуйста. Ең алдымен жұмыстың сапасына бақылау жасаңыздар. Қоғамдықтарды шақырыңыз, олармен жұмыс істеңіздер. Бірге шығыңыз, не істелді, не құру керек екенін қараңыз. Бірден осы жерде техникаға байланысты барлық мәселелерді шешіп алыңыз. Барлық мәселелерге көңіл бөлінуі қажет. Біріншіден, орман саябағына кіреберісті жөндеңіздер. Екіншіден, сыртқа асфальт қалпына келтіру жұмыстармен айналысу қажет. Қазір ол жерлермен ауыр техника жүрмейді. Үшіншіден, техниканың орталық алаңға өтуін шектеуді ойластыру керек. Жиналыс соңында шаһар басшысы жаңа спорт алаңындағы жөндеу жұмыстарының жоспар бойынша аяқталуы қажет екенін айта келе, қаланың тазалығы жайлы да ұмытпауды еске салды.